Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Біз бүгін тотығу тозсану реакцияларын электрондық иондық баланс әдісімен теңестіруді үйренетін боламыз. Естеріңізде болса, алдыңғы сабақтарда біз электрондық баланс әдісімен танысқан болатынбыз. Енді осы электрондық баланс әдісін пайдаланып, төменде берілген екі реакцияны теңестіріп көрейік. Ол үшін алдымен біз тотығу дәрежесін анықтап алуымыз керек. Реакцияға дейінгі және реакциядан кейінгі. Элемент жалғыз тұрса тотығу дәрежесі 0, үш элементтен тұрса соңғы оттегі тұрса 12-2, сутектікі +1, -2-ні 3-ке көбейттік 6, одан бірді алып тастасаңдар азоттікі +5. Енді тотығу дәрежесін анықтау түсінікті деп ойлаймын, сондықтан мен оған уақыт жоғалтпай қояйын. Енді мұқият қарасаңыздар, мұнда тотығу дәрежесін өзгерткен бірінші мыс, екінші әрине ол азот. Мыс бізде 0-ден мыс +2-ге ауысып тұр. 0-ден +2-ні алсаңдар -2 электрон. Дәл солай азот +5-ден азот +2-ге ауысып тұр. +5-ден +2-ні алсаңдар +3 электрон. Біздің жағдайымызда мыс электрон беріп жеп тұр, олай болатын болса ол тотықсыздандырғыштық қасиет көрсетіп тұр, азот 3 электрон қосып, ол тотықтырғыштық қасиет көрсетіп тұр. Біздің жағдайымызда ол құрамында азоты бар, ол азот қышқылы. Енді алдарындағы сандарды жазамыз, мында 2, мында 3. Екеуіне ортақ бөлім 6, 6-ны 2-ке бөлсеңіздер 3, 6-ны 3-ке бөлсеңіздер 2 шығады. Олай болатын болса, мыстың алдына бізге 3 қой дейді. Ал азот +2 тотығу дәрежесінің алдына 2 қой дейді. Енді реакцияға мында 2 қоймас бұрын жалпы азоттардың санын санап аламыз. Мында 6, мында 2 қоссаңыздар жалпы 8. Сутектің санын теңестіру үшін мында 4 қоямыз. Реакция теңесті. Енді біз келесіні қояйық. Мысалы калий марганец 4. Мында тотығу дәрежесін өзгертетін марганец плюс бізде 7, мында +2-ге ауысады, екінші хлор -1-ден 0-ге ауысады. Сәйкесінше марганец +7-ден марганец +2-ге ауысып тұр. Енді +7-ден +2-ні алсаңдар +5 электрон. Марганец тотықтырғыштық қасиет көрсетіп тұр, электронды қосып алып тұр себебі. Әрі қарай хлор молекуласына айналады. Сондықтан бірінші біз материалдық баланс орнатамыз, -1-ден 0-ге ауысып тұр. -1-ден 0-ді алсаңдар -1, бірақ алдына 2-ге көбейтеміз, сонда -2 электрон. Екеуіне ортақ бөлім 10, мында 5, мында 2, ортақ бөлім 10, 10-ды 5-ке бөлсеңіздер 2, 10-ды 2-ке бөлсеңіздер 5. Енді теңестіреміз. Мында 2 қойымыз керек марганецтің алдына, мында да марганецтің алдына 2 қойымыз керек. Енді хлордың алдына мында 5 қойымыз керек, теңестіреміз. Мында калийдің алдына да 2 қойымыз керек, өйткені калий мында 2. Мында 10, жалпы 16, мында 6 қойымыз керек, мында 8 қойымыз керек. Көрдіңіздер ма? Егер біз тағы да күрделі үшінші элементті қосатын болсақ, үшінші қосылысты. Мында электрондық баланс әдісі барлық дерлік элементтердің алдында коэффициентті көрсетпейді. Яғни мұндай күрделі реакция теңдеулерін электрондық баланс әдісімен теңестіру қиынырақ. Сондықтан біз бұндай реакциялар теңестіруге иондық электрондық баланс әдісін қолдануымыз қажет. Енді иондық электрондық баланс әдісінің теңестіру алгоритмі сіздердің теориялық ақпараттарыңызда толықтай жазылған. Сондықтан соны мұқият оқып, одан кейін үй тапсырмасына берілген 5-6 реакция теңдеуін иондық электрондық баланс әдісімен теңестіріп, міндетті түрде суретке түсіріп жіберу қажет. Енді иондық электрондық баланс әдісі қалай жазылады? Енді мен оны сіздерге түсіндіріп кетейін. Электрондық баланс әдісіндегідей барлық элементтердің тотығу дәрежесін тауып аламыз. Енді біз бұл реакцияны алдында жазғандықтан, мұнда тотығу дәрежесін өзгерткен марганец және хлор екенін жақсы білеміз. -1-ден хлор 0-ге, марганец +7-ден +2-ге айналып тұр. Бұл жағдайда енді біз тотығу дәрежесін өзгерткен элементті емес, сол элемент бар ионды аламыз. Яғни марганец, ол марганец O4 ионның құрамында тотығу дәрежесін өзгерткен. Сондықтан марганец O4-ті толығымен жазып аламыз минус. Яғни сондықтан да бұл иондық электрондық, яғни біз тотығу дәрежесін өзгерткен ионды алып тұрмыз. Нәтижесінде ол марганец плюске айналып кетті. Екінші, біз тотығу дәрежесін өзгерткен ион, ол хлор минус, ол нәтижесінде хлор 2-ке айналып кетті. Бұл жағдайда екінші теңдікте материалдық баланс орнату өте оңай, себебі хлор 2
мында хлор -1, алдына 2 қойдық. -1-ден 0-ді алсаңыздар, -1, бірақ 2-ге көйдіңіз, -2 электрон. Біз бірінші теңдікті аяқтадық. Ал енді екінші теңдікке назар аударатын болсаңыздар, мында оттегі 4-еу, а мында мүлде оттегі жоқ. Ал егер бұл ретте ортада маңызды рөл ойнайды. Құрметті оқушылар, негізінен көбіне мектеп программасында 3 заттың реакция теңдеуін береді. Мысалы, натрий 2SO3, қосу калий марганец O4, қосу, мысалы, H2SO4 болсын делік. H2SO4. Мұнда естеріңізде болсын, калий марганец O4 әрқашан тотықтырғыштық қасиет көрсетеді, яғни ол электронды қосып алады. Ал натрий 2SO3 біздің жағдайымызда тотықсыздандырғыштық қасиет көрсетеді. Ал реті бойынша үшінші жазылатын бұл ортаны көрсетеді. Мұнда қышқыл болғандықтан орта қышқылдық орта. Қышқылдық ортада бізде сутекті алып кету үшін сутегі катионын қолданамыз. Яғни біздің жағдайымызда ол H+. Яғни бізде оттекті алып кету үшін H+ті қолданамыз. Енді бізде 4 оттекті алып кету керек. Әрбір оттекті алып кету үшін 2 сутек керек. Сонда 4 оттекті алып кету үшін 8 сутек катионы керек. Нәтижесінде бізде 4H2O түзіледі. Біз материалдық баланс орнаттық. Енді электрондық баланс орнатуымыз керек. Мұнда марганец +7, ол +2 айналды, +5 электрон. Мұнда 2 ортақ бөлім, мұнда 5, мұнда 2. Ортақ бөлім 10 болады, 10-ды 5-ке бөлсеңіздер 2, мұнда 5 болады. Енді барлығын қосып, математикадағыдай сәйкес сандарға көбейтіп, әрқайсысын 2 теңдікті қосамыз. Яғни, сонда 2-ні марганец O4-ті 2 еселейміз. Марганец O4 минус қосу 8-ді 2-ге көбейтеміз, 16H+. Енді электрондардың саны қысқарып кетеді, сондықтан жазбай қойғылады. Қосу, хлорды 5-ге өтсеңдер, 10 хлор минус. Қосу, бізде көрдіңіздер ме, реагенттер аяқталды, енді өнімдерге көшеміз. Марганец 2+. Қосу, 2-ні 4-ге өтеміз, 8H2O. Қосу, 5 хлор. 0. Біздің жағдайымызда қысқаратын бөлшектер жоқ, сондықтан сол күйі қалдырамыз. Сонда марганец O4 ол калийдің бірігіп тұр, сондықтан алдына 2 қоя саламыз. Енді сутектің саны 16 болу керек, сондықтан мұнда 16 қоямыз. Көрдіңіздер ме? Хлор енді осымен бірігіп тұр, сондықтан 16 H хлордың ішінде 10 хлор бар. Сәйкесінше хлор газының алдына 5 қоямыз. Марганецтің алдына мына 2-ке көбейтуді ұмытып кетіппін, сондықтан мұнда 2 қоямыз. Калий хлор мұнда 2, сондықтан мұнда 2 қоямыз, ал судың алдына 8 қоямыз. Көрдіңіздер ме? Мынау барлық дерлік коэффициенттердің, барлық дерлік қосылыстардың алдындағы коэффициенттерді айтып берді. Енді өздеріңіз байқағандай, иондық электрондық баланс әдісімен теңестіру ол ерітіндінің ортасына байланысты. Енді сіздер мынау таблицаны жақсылап меңгеріп алсаңыздар, ол кезде бұны жазу мүлде қиын емес. Мысалы, қышқылдық ортада оттекті алып кету үшін біз сутегіні қолданамыз. Ал егер бейтарап ортада біз уже суды қолданамыз. Көрдіңіздер ме, оттекті алып кету үшін. Нәтижесінде бізде оттекті наоборот беру үшін біз суды қолданамыз. Қышқылдық ортада да, негіздік ортада да. Бейтарап ортада. Ал негіздік ортада OH-ты қолданамыз. Ал мысал ретінде көрсетілген көрдіңіздер ма? Мысалы SO3, SO4-ке айналдыру үшін біз суды қостық, нәтижесінде 2H+ неғыл. Мұн жағдайда бастапқы қарағанда соңында бір оттегі көбейген. Ал мұнда марганец O4-те оттегі 4-еу, мұнда мүлде жоқ. Сондықтан біз сутегіні қолдандық. Ал наоборот оттегіні алып келу үшін суды қолданамыз. Бұл жағдайда екеуінде де суды қолданамыз. Бір жағдайда оттегінің саны артып, бізде су шығып тұр, OH шығып тұр, екінші жағдайда суды оттекті бер жеріп, сутегі катиондары шығып тұр. Енді калий марганец O4-тің натрий сульфитімен реакциясын 3 түрлі ортада өнімдерін электрондық баланс әдісімен теңестіріп көрейік. Иондық электрондық баланс әдісімен.
Енді бізде тотығу дәрежесін өзгеріп тұрған бұл жағдайда күкірт плюс 4-тен күкірт плюс 6-ға ауысып тұр. Марганец плюс 7-ден марганец плюс 2-ге ауысып тұр. Енді біз тотығу дәрежесін өзгерткен элементтер бар иондар жазып аламыз. Бірінші ол SO3 2 минус, SO4 2 минусқа айналып тұр. Сәйкесінше, мұнда оттектің саны 1-ге артып тұр. Сондықтан жаңа оттекті арттыру үшін біз не қосамыз дедік? Су қосамыз дедік. Нәтижесінде 2 сутек катионы пайда болды. Көрдіңіздер ме? Екі жақта материалдық баланс орнады. Енді электрондық балансы орнату керек. Плюс 4-тен плюс 6-ны алсаңдар, минус 2 электрон шығады. Әрі қарай, енді марганец O4 жазамыз. Минус марганец O4 минус, нәтижесінде марганец плюс 2-ге айналып тұр. Мұнда 4 оттекті де алып кету керек, сондықтан 8H плюс қосамыз. Нәтижесінде 4H2O шығады. 4H2O. Енді біз материалдық баланс орнаттық, енді электрондық баланс орнатуымыз керек. Плюс 7-тен плюс 2-ні азайтсаңыздар, нәтижесінде плюс 5 электрон. Енді әрі қарай біз электрондар жазамыз, мұнда 2, мұнда 5. Көрдіңіздер ме, жай алдарындағы санды жаздық, бұл электрондық баланс әдісі сияқты, ортақ бөлім 10, мұнда 5, мұнда 2. Енді сәйкес иондарды барлығын сандарға көбейтіп, екеуін қосамыз. SO3-ті 5-ке көбейтеміз, сонда 5 SO3, 2 минус, қосу 5 H2O. Көрдіңіздер, мұна H2O-ны мынау 5-ке көбейттік. Электрондар жазбай қойылса болады, себебі 5-ке минус 2-ні өтсеңдер минус 10, ал 2-ке плюс 5-ті қоссаңдар плюс 10. Екеуі 0-ді береді, сондықтан оны жазбай қоямыз. Мынау жоғары жақ бітті. Енді астың жақты 2-ке көбейтеміз, сонда 2 марганец O4 минус қосу 16H плюс. Біз реагенттердің барлығын аяқтадық. Көрдіңіздер ме? Бәрін сәйкес коэффициенттеріне көбейтіп жаздық. Енді өнімдер жаққа шығайық. 5-ке көбейтеміз, сонда 5 SO4 2 минус қосу 5-ті 2-ке көбейтеміз 10H плюс қосу жоғары жақ бітті, енді астың жақ 2 марганец 2 плюс қосу 2-ні 4-ке көбейтеміз 8H2O. Енді математикадағыда екі жақта ұқсастарды қысқартып тастаймыз. Мұнда SO3, мұнда SO4, ол екеуі қысқармайды. Мұнда 5H2O мен 8H2O қысқарады. Нәтижесінде мұнда 3H2O қалады. Мұнда 16H плюс, мұнда 10H плюс екеуі қысқарады, мұнда 6H плюс қалады. Қалғанның бәрі сол күй жазамыз. Сонда 5 SO3, ол міне мынау. Алдына неше қойымыз кеткен? 5 қойымыз кеткен. Марганец O4-тен бізде неше болу керек? 2 болу керек. H2 оны қысқартып жердік, мүлде қалған жоқ. Енді сутек катионнан 6 болу керек. Мұнда 2 бар, сондықтан алдына 3 қоямыз. Әрі қарай, натрий 2 SO4-тің алдына 5 қоюымыз керек. Марганец SO4-тің алдына 2 қоюымыз керек. Өйткені марганецтің алдында 2 бар. Көрдіңіздер ме? Судың алдына 3 қоюымыз керек. Сонда бізде тек қана калий қалды. Калий мұнда 2, мұнда да 2. Реакция тең. Көрдіңіздер ме? Электрондық баланс әдісіне қарағанда, иондық электрондық баланс әдісі барлық дерлік қосылыстардың алдындағы коэффициенттерді дұрыс тауып беруге мүмкіндік береді. Егер де осыны тестте шығарып машықтансаңыздар, сіздерге әсіресе мысалы ұбт сұрақтарында келетін күрделі реакцияларды теңестіру мүлде қиындық тудырмайды. Көрдіңіздер ма, бізде 3 қосылыс беріледі әрқашан. Бірінші тотықсыздандырғыш, екінші тотықтырғыш, калий марганец O4 ол күшті тотықтырғыш, ал H2O ол бейтарап орта дегенді көрсетеді екен. Енді дәл солай, бізде плюс S4-тен плюс 6-ға өзгеріп тұр. Мұнда марганец плюс 7-ден марганец плюс 4-ке өзгеріп тұр. Енді біз сәйкес реакция теңдеулерін жазамыз. SO3 тағы да ионды толығымен аламыз, нәтижесінде SO4-ге айналады. SO4 2 минус. Мұнда оттекті қосу үшін бейтарап ортада суды қолданамыз, нәтижесінде H плюс шығады. Бізде 2. Әрі қарай, минус 2 электрон. Әрі қарай, марганец O4 минус, нәтижесінде марганец O2-ге айналды. Бізде 2 оттегіге не істеп тұр? Кеміп тұр. Сондықтан біз уже бейтарап ортада
сутекті емес, суды қолданамыз. Суды H2O. Нәтижесінде гидроксид иондары шығады. Теңестіру үшін мында біз екі оттекті алып кетуіміз керек. Сондықтан мынада бізде 2 керек, мында 4. Сонда материалдық баланс орнады. Оттектің саны 6, мында да 6 оттек. 4 сутек, 4 сутек, марганецтен біреу. Енді сәйкесінше мында плюс 7-ден плюс 4 алсаңдар, плюс 3 электрон. Мында 2, мында 3-ті жазамыз. Ортақ бөлім 6, 6-ны 2-ке бөлсеңіздер 3, 6-ны 3-ке бөлсеңіздер 2 шығады. Енді біз материалдық және электрондық баланс орнаттық. Енді бәрін сәйкес коэффициенттеріне көбейтіп қосамыз өзара. 3-ті SO3-ке көбейтеміз, сонда 3SO3, 2 минус, қосу 3H2O, қосу 2 марганец O4 минус, қосу тағы да 4H2O, яғни мұнда 2-ке 2-ні қосып тұр. Стрелка 3SO4 2 минус, қосу 6H плюс, қосу 2 марганец O2, қосу 2-ні 4-ке 8 H2O. 8 кешірім өтінем OH минус. Енді қараңыздар, бізде реакцияға дейін 7 H2O бар. Бірақ мынау 8 OH пен 6 H плюс, 6 H плюс және 6 OH минус, ол 6 молекула бізде нені береді екен? Суды береді екен. Сонда 6 молекула сумен, яғни мынаның 6-ау мен мынаның 6-ау қысқар, мында тек қана 2 OH қалады. Мында бізде жалпы саны 7 ғой, соның бізде 6-ау қысқар келеді, сонда тек қана 1 H2O қалады екен. Енді қалғандарын көшіріп жазамыз. 3SO3 2 минус, қосу 2 марганец O4 минус, қосу H2O, 3SO4 2 минус, қосу 2 марганец O2, қосу 2 OH минус. Енді сәйкестерді теңестірейік. Мынаның алдына 3 қоюымыз керек, марганецтің алдына 2 қоюымыз керек, судың алдына ештеңе қоюдың қажеті жоқ. Мында 3 қоямыз, марганецтің алдына 2 қоямыз. Енді қараңыздар, OH-тан бізде 2 болу керек. Мында 2 тұр, сондықтан алдына 2 қоямыз. Сонда барлығы теңескен күйде болды. Көрдіңіздер ма? Сонда осы теңдеуді жақсылап машықтансаңыздар, әрі қарай мүлде қиын емес. Келесі сілтілік ортада. Енді сілтілік ортаны қалай білуге болады? Себебі бізде сілті қосылып тұр. Енді калий марганец O4 қосу натрий 2 SO3 қосу. Тағы солай марганец O4 минус бізде марганец O4 2 минус қауысыпты. Бұл жағдайда марганецкі плюс 6, мұнда плюс 7. Бұлында материалдық баланс орнап тұр, сондықтан плюс 7-тен плюс 6 насаңдар плюс 1 электрон болып қала береді. Әрі қарай, енді SO3 сәйкесінше 2 минус бізде неге айналады екен? SO4 2 минусқа. Енді бұл жағдайда көрдіңіздер ме? Енді біз жаңа OH-ты қолданамыз. Нәтижесінде не береді екен? Су береді. Мұнда 2 қоямыз. Енді материалдық баланс орнату үшін плюс 4-тен плюс 6-ны азайтасыңдар, минус 2. Мұнда 1, мұнда 2. Мұнда 2 ортақ бөлім, 2-ке 2-ні қойсын 1, мұнда 2 болады. Сонда калий марганец O4-тің алдына 2 қоюымыз қажет. Және бізде, мен әрі қарай да конца істемеппін ғой. Мұнда 2 көбейтеміз, 2 марганец O4, қосу SO3, 2 минус, қосу 2 OH минус, стрелка, 2 марганец O4, 2 минус, қосу SO4, 2 минус, қосу H2O. Сонда судың алдына ештеңе қоймаймыз, SO4-тің алдына ештеңе қоймаймыз. Марганец O4 2 бол керек, мұны біріншісі, мұнау екіншісі. Натрий OH, OH-тан бізде 2 бол керек, алдына 2 қоямыз. Сонда реакция тең. Көрдіңіздер, құрметті оқушылар, электрондық баланс әдісі шын мәнінде сәл ғана машықтануды, тәжірибені қажет етеді. Оған дағдыланып алсаңыздар, әрі қарай өте тез. Бұл
реакция теңдеуін бұл әдіспен теңестірудің тағы бір артықшылығы, бұл өте күрделі реакциялардың өнімін де болжауға мүмкіндік береді. Біз оны алдағы сабақтарда үйренетін боламыз. Бүгінгі үй тапсырмасы теориялық материалмен жақсылап танысып, үй тапсырмасына берілген 6 реакция теңдеуін электрондық баланс әдісімен теңестіріп, одан кейін барып оны суретке түсіріп маған тексеруге жіберуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.